Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі айтатын тақырып құрбан айт жайлы әр мұсылман білуі тиіс деректер. Ол біріншісі құрбан сөзінің анықтамасы. Араб тілінде тілімізге еніп кеткен құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Терминдік мағынасы Алла тағаланың разылығына жақындау ниетімен құрбан айт күндерінде шалынатын арнайы малдың аты. Құрбан шалудың артықшылығына, сауапты іс екендігіне қатысты пайғамбарымыздың саллаллаху уассалам бірнеше хадистері бар. Адам баласы құрбан айт күнінде қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Алла тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам төмендегі мына хадисте Алла ризашылығы үшін шалынған құрбанның әрбір қылы үшін сауап жазылатындығын сүйіншілеген. Сахабалар пайғамбарымызға саллаллаху уассалам: «Уа Алланың елшісі, құрбандық деген не?» деп сұрақ қойды. «Құрбандық сендердің Ибрахим алейхиссалам бабаларының сүннеті» деді. «Одан бізге қандай сауап бар?» «Әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар. Қойдың жүнінен ше, қойдың жүнінің әрбір тал қылшығына да сауап жазылады». Екіншісі, құрбан айтта құрбан шалудың үкімі. Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп, яғни міндетті. Уәжіптігінің дәлелдері: Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарымызға саллаллаху уассалам намаз оқы және құрбан шал деп әмір етіп, құрбан шалудың уәжіптігін білдірген. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам кімде-кім мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын деп бұйырған. Үшіншісі, құрбан шалу кімге уәжіп? Біріншісі, мұсылман болу. Екіншісі, құрбан айт уақытында жолаушы болмау. Үшіншісі, негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Нисап мөлшері 85 грамм алтын яки құнына тең келетін ақша. Зекет ғибадаты сияқты құрбанның уәжіп болуы үшін нисап мөлшеріне жеткен малға бір жыл толу шарт емес. Құрбан шалған уақытта міндетті түрде ниет ету керек. Өйткені малды ғибадат үшін соятыны сияқты тек қана етін пайдалану үшін де союға болады. Төртіншісі, құрбан шалудың уақыты. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қандай да бір маңызды шариғи себепке байланысты құрбан айт намазына бара алмай, айт намазын оқымаған кісі намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. Айт намаздан бұрын шалынған мал құрбандыққа есептелмейді.